Бүгін облыс прокуратурасында мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын қорғау бағытындағы қадағалау қызметінің нәтижесі бойынша алқа отырысы өтті. Алқа отырысына облыс әкімінің әлеуметтік салаға жауапты орынбасары, мәслихат төрағасы, адам құқықтары жөніндегі уәкілдің өкілі, уәкілетті органдардың, үкіметтік емес ұйымдар және оңалту орталықтарының басшылары шақырылды. Жалпы осы жылы прокуратурамен талдау тексеру нәтижелерінде 7000-нан астам мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары қорғалды. Оның ішінде конституциялық құқықтар, кейбір құқық бұзушылықтар олар жүйелі түрде орын алып отырған. Атап айтқанда мына инватакси қызметін беру бағытында заң бұзушылықтар анықталды. Сонымен қатар оңалту бағдарламалары уақытылы тағайындалмаған болды. Сонымен қатар ішінара тексерумен қала аумағындағы аудандардағы 100-ден астам объекті, инфрақұрылым объектілері талаптарға сай емес болды. Олардың қорытындысымен осы объектілердің басшыларына қадағалау актілерімен басшылары әкімшілік жауаптылыққа тартылып, барлығы сомасы 7,5 миллион теңгеге айыппұл салынды. Сонымен қатар мына медицина қызметкерлері мен негізсіз мүмкіндігі шектеулі жандардың мүгедектік санаттарын негізсіз түсіру фактілері болды. Олар қайта шағымданып қалпына келтірілген болатын. Сонымен қатар 66 миллионға жуық мүмкіндігі шектеулі жандардың көмекшілеріне тиесілі төлемдердің түспеген анықталып, олар бойынша сотпен оны қайтару бойынша шаралар қабылданды. Отырыстың қорытындысымен уәкілетті органдарға кешенді шараларды қабылдау, жалпы мына мүмкіндік шектеулі жандардың тұрмыс тіршілігін жақсарту бағытында кешенді шаралар қабылдау ұсынылды. 7000-нан аста осы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын қорғау фактілерін біз анықтап отырмыз. Оны енді санатымен бөлдім. Ол көбіне инватакси мәселесі, оңалту бағдарламаларын тағайындамау, мүгедекті алу мәселесіндегі бюрократиялар, сонымен қатар инфрақұрылымдардың ғана сәйкес келмеу. Оның ішінде пандус бар, арнайы тұрақтар бар. Осы бойынша барлық анықталған құқық бұзушылықтар бойынша қадағалау актілері енгізілді. Кінәлі тұлғалар жауапкершілікке тартылды. Инфрақұрылым объектілерінің ішінде мемлекеттік мекемелер де бар, және де кәсіпкерлік объектілер де бар. Олар бойынша атап өттім, қадағалау актілері енгізіліп, басшылары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 83-ші бапқа сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің жалпы сомасы 7,5 миллион теңгеге оларға айыппұл салынды. 7,5 миллион барлығы өндірілген жоқ. Қазір осы объектілер айыппұлдар өндірілу сатысында. Объектілер бүгін біздің ұсынумен жартысынан көбі бүгінге қалпына келтірілді, қалғандары бойынша жұмыстар жүргізілуде. Ол үшін айыппұл көзделген ғой. Егер де мүгедек жандарға қалыпты жағдай жасамаған үшін арнайы әкімшілік кодексте бап бар. Сол бойынша әкімшілік жауапкершілігі шешіледі, және де тиісті ұсынымдар береді. Белгілі бір уақыттың ішінде олар сол объектілерді қалыпқа келтіру тиіс. Жалпы бізде жалпы қадағалаудың салалық бұйрығына сәйкес біздер жарты жыл сайын осы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарының сақталуын тұрақты түрде талдау жұмыстарын жүргіземіз. Яғни қосымша әрине сигналдар болады, шағымдар болады. Шағымдардың негізінде де біздер тиісті прокурорлық шараларды қабылдаймыз. Алқа отырысы жалпы осы біздің талдау тексеру жұмыстарының нәтижесін талқылаймыз, және де тиісті ұсынымдар береміз. Алдағы уақытта қандай шаралар қабылдау керек? Жалпы атап өткендей, осы мүмкіндік шектеулі жандардың тұрмыс тіршілігін, олардың қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша кешенді шаралар қабылдау жөнінде уәкілетті органдарды және облыс басшылығына тиісті ұсынымдар береміз. Нақты мерзім қойылады, шешім жобасына енгізіліп, орындау үшін оларға жіберіледі. Әрине, оның шешімнің орындалуын біз алдағы уақытта бақылауға аламыз.